Саламатсыздарбы, құрметті әріптестер. Енді сіздерге қазір мен миллион кімге бұйырады шаблоны ойынының келесі кезекті шаблоны. Шаблонымыз жалпы слайд саны 14 слайдтан тұрады. Оның ішінде титулный слайдымыз бар. Сосын назарларыңызға рахмет бар. Ал жалпы сұрақтардың саны 11 сұрақтан тұрады. Мынандай шаблон: сұрақты жазыңыз деген жерге сұрағын жазамыз. Дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауабын жазасыздар. Өшіріледі. Өшіріп, осылай дұрыс жауапты мына жерге, қате жауапты мына жерге жазып шығамыз. Осылай мына жерге сұрағын жазасыздар. Осылай жалпы 11 сұрақты құрастырып аламыз. Бірінші сұрағымыз бізде қарапайым сұрақ, оңайлау сұрақтан басталу керек. Ал 11-ші слайдтың сұрағы, сұрақтың слайды 1 миллион теңгенің сұрағы болады. Қиындау сұрақ қойсаңыздар жақсы негізі. Одан кейін болды, басқа ештеңе жоқ. Сұрақтарын жазасыздар, жауаптарын жазасыздар, болды. Одан кейін ойынды бастаймыз. Ойында қалай ойналатынын көрсетейін. Былай басамыз. Мынау бірінші титулный бетіміз. Ойынды бастау деген батырмаға басам. Мына жерде сұрақ шығады. Дұрыс жауап, қате жауап, қате жауап, қате жауап. Осы жерден мысалы қате жауапты басатын болсам, міне осындай қызыл түсті болып жанады, және осындай дауыс шығады. Ал егер дұрыс жауабын басатын болсақ, яғни мына жерде варианттар тұрады ғой бізде, соның ішіне дұрыс жауапты бассақ, жасыл болып жанады. Енді дұрыс жауапты тапқаннан кейін келесіне өткізу үшін мына батырмаға басамыз. Бір рет бассақ, келесі слайдқа өтеді. Яғни 1000 теңгеніңкі. 500, 1000, 2000, ең соңғысы миллион. Енді 1000 теңгелік сұрақ, 1000 теңгенің сұрағы. Осы жерде қатені басатын болсам, тағы да қызыл. Дұрыс жауабын бассам, жасыл болды. Осылай ойналады. Мынаған баса берем, келесі сұрақтарға өте береді. Осылай ауысып келеді. Миллион теңгенің соңғысына келгеннен кейін дұрыс жауапты басам, жасыл жанады. Енді мына батырмаға басқан кезде сіз барлық сұраққа жауап бердіңіз, миллион теңгені ұттыңыз дейді. Жүлдеңіз құтты болсын. Болды, осындай слайд шығады. Одан кейін мына батырмаға тағы бір рет басамын. Назарларыңызға рахмет. Осымен ойынымыз аяқталады. Ал енді сіз мына жерде мысалы дұрыс жауапты А вариантында емес, мысалы мына жерде А болады ғой, мына жерге қойсаңыз болады. Ол үшін былай жай ғана былай орнын ауыстыруға болады. Осылай қоя саламыз. Болды. Орнын ауыстырдым. Тура осы слайдты мен қазір ашып көрсетейін. С текущего слайда. Осыны ашқаннан кейін жаңа мына жерде жасыл жанып тұрды, дұрыс жауап осы жерде болған кезде. Ал енді дұрыс жауап мына жерде. Бәрібір істейді. Қараңыздар. Мысалы дұрыс жауапқа басам, жасыл жанды. Маған бастып қызыл жанды. Болды, мынау барлығы істеп тұр. PowerPoint-та менің ойындарымды қолданатындар түсінеді. Мынау өте оңай шаблон. Сұрағы өшіп тұр, міне барлығы жазылып тұр. Жазыңыз, қате жауап, мынаның бәрі өшеді, жазылады. Өзіңіздің сұрақтарыңызды қойыңыздар мынау шаблонға. Ерекше шаблон, әдемі. Енді басқа нелер, функциялар жоқ. Алдыңғы миллионға қарағанда оңай және тез орындауға болады, жақсы не. Осындай нені алыңыздар, деп алыңыздар. Комментарий бөлімінде қалдырам шаблонды, деп алыңыздар. Сабақтарыңызда пайдаланыңыздар. Сабақтарыңызға сәттілік. Рахмет.